Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерге күнделік кезекте барлығын қалай 100% жасауға болады, сол туралы көрсетемін. Ең алдымен қазір есептерді кіріп көрейік. Қай пән қанша пайыз болып тұр? Соны алдымен біліп алайық. Есептерге кіреміз. Мұғалімдерді таңдаймыз. Осылай шыққаннан кейін, қай күні сіз сабақ өттіңіз, тура сол күнді жазасыз. Мынау тұрған екі уақыт аралығын жазасыз. Тура сол жерге ең соңғы толтырған күнді осылай жазасыз. Өзіңізді таңдайсыз. Міне менде дене шынықтыру сабағы 100, қазақ тілі уақытылы толтыру 0 болып тұр, және журналды уақытылы жүргізілу ол 0 болып тұр. Және математикам 100 болып тұр. Енді бізге қазір қазақ тілінің 100% жасау керек. Ол үшін не істейміз? Журналға кіреміз. Сыныбыңызды таңдайсыз. Және қазақ тілін таңдаймыз. Бүгінгі күнімізді таңдаймыз. Осы күнге кіріп, сабақ өткізілді. Басамыз, және мына жерде жұмысты қосу дегенді басып, егер қашықтықтан оқытып жатқан болсаңыз, қашықтық сабақ таңдайсыз. Егер қашықтықтан оқымай жатқан болсаңыздар, оны таңдамайсыздар. Біз қашықтан оқимыз. Сондықтан қашықтықты таңдап жасауды басамыз. Сосын қайтадан жұмысты қосу. Енді формативті бағаны таңдаймыз. Онда қайтып кіреміз. Формативті бағаны таңдап жасауды басамыз. Енді біз мына жердегі күнтізбелік жоспарлау дегенге кіреміз. Бұл жерде сол пәніңіздің тақырыптары шығады. Міне. Егер де сіз осы 90 соңына дейін үй тапсырма беріп тастаған болсаңыз, сол күнге нүкте қоясыз. Сол күннің жазып қойған болсаңыз, егер алдын жазған болсаңыз, сол күнгі жазып қойған үй тапсырмаға нүкте қоясыз. Ал мен қазір бұл сабақты жазбағанмын, уақытылы жазып отырам. Сондықтан осы күнге үй тапсырма беруім керек. Осылай. Үй тапсырма бересіз. Осылай. Және соның турасында мына көздің суреті бар. Осы көздің суретін басамыз. Осындай бет ашылады. Енді мына күйі дегенді басамыз. Міне. Осылай жасыл түс болады. Енді біз журналға кіріп, сол қазақ тіліге бүгінгі күнге баға қойып шығамыз. Қазақ тілге баға қоюымыз керек. Онда міне, бүгінгі күнге мен баға қоямын. Осылай оқушыларыңызды бағалап шығасыздар. Осылай бағалап шығасыздар. Кемінде 4-5 оқушыға қою керек бағаны. Осылай баға қойып шыққаннан кейін баға қойып шыққаннан кейін біз есептерге қайта кіреміз.
жоғарыда есептерге кіреміз. Біздің қазақ тіліміз 100% болды ма көруіміз керек. Мұғалімдер, бүгінгі күнді таңдаймыз. Екеуіне де сол соңғы күніңізді таңдайсыз. Және аты жөніңізді таңдайсыз. Есеп құрастыру. Міне, қараңыздар. Қазақ тілі барлығы 100% болды. Уақытылы толтыру 100%, журналды уақытылы жүргізу 100% болды. Сіздер де осылай 100% жасасаңыздар болады. Уақытылы сабақ уақытысында кірмесеңіздер де, бірақ кешкі сағат сол 11 мен 12-ге дейін осылай кіріп толтырып қойсаңыздар, осылай 100% болады. Сабақ уақытысында 40 минуттың ішінде кіру шарт емес. Осылай жасап қойсаңыздар, осылай 100% болып тұрады. Менде қазақ тілі де, математикада қазір істегенім 100% болды. Мен қазір кешкі сағат 7-ге 10 минут қалғанда істеп отырмын. Мен сабағым, бұл сабақ негізінде екінші сабақ сағат 3-те болған. Ал мен бұл қазір 7-ге 10 минут қалғанда жасап отырмын. Менде бірақ барлығы 100% болып тұр. Сіздер де осылай жасап 100% істеп қойсаңыздар болады. Көмегім тиіп жатса, қуаныштымын. Сау болыңыздар.